Садықова Сәнімгүл Серікбайқызы, Қызылорда облысы Арал қаласындағы Тарас Григорьевич Шевченко атындағы нөмірі 13 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Мен өзім жетекшілік ететін 1 В сыныпқа әліппеден не үйрендім, не білдім тақырыбындағы сабағымды білім беруді цифрландыру аясындағы заманауи педагогикалық технологиялар номинациясы бойынша ұсынбақпын. Биылғы оқу жылының ерекшелігі бастауыш сыныптар үшін әліппе оқулығының оралуымен бірге 1 сыныптан бастап цифрлық сауаттылық пәнінің қосылуы болса, биылғы мектеп табалдырығын аттаған шәкірттерімнің 3 оқу тоқсанынан бастап ақпараттық цифрлы сауатты болуына үлесімді қоссам деген оймен осы бағытты таңдадым. Сабақ мақсатына сай таңдалған әдіс-тәсілдер баланың жас ерекшелігіне сәйкес алынды. Біздер өткен сабақтарда осы дыбыстардың екіге бөлінетін өттіге қандай? Біздер ажырата аламыз ба дыбыстардың дауысты ма, дауыссыз ба екен? Ал ендеше тексеріп көрейік. Қазір мен кез келген мына жердегі әріпті айтамын. Егер ол дауысты болса, қол шапалақтаймыз. Ал егер дауыссыз болса, еден ұрғылаймыз аяқпен. Түсінікті ма? А. Ал дауыс тексерейік дұрыс екен. Тамаша, дауыс дұрыс екен. Р. Ал тексерейік. Келесі Л. Балалар, енді біздер ары қарай бүгінгі өтетін жаңа сабағымыздың тақырыбы не екенін білу үшін тақтаға назар аударайық. Тақтаға қараймыз. Мына жерде не көріп тұрмыз? Сандар. Енді осы жерде тұрған, мына тұрған сандарға назар аударайықшы. Қалай орналасып тұр сандар? Орындар ауысып кетіп тұр, иә? Енді қазір біздер осы сандарды өсу ретімен орналастырса, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы шығады. Кім келіп маған санды? Жақсы. Бірдің үстінде қандай? Бірдің үстінде на. Тамаша, жарайсың рәміз. Ал енді қарайықшы тақтаға. Қалеке, Юнус, оқы жіберші. Қандай сөз шықты? Тұрғамыз орнымыздан. Ендеше бүгінгі біздің өтетін жаңа сабағымыздың тақырыбы не үйрендім, не білдім деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты әріпті танимыз, ажыратамыз және оны дыбыспен сәйкестендіреміз. Сөздің буыннан тұратынын түсінеміз және сөздерді буын санын анықтаймыз. Мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя білеміз және қойылған сұраққа жауап береміз. Әнекей балалар, енді ары қарай тапсырмалар орындаймыз. Тапсырма орындау үшін барлығымыз тақтаға қарайық. Мына жердегі тұрған, міне көріп жолада осы сұрақтарға дұрыс жауап берсек, мына тұрған қималардың астынан сурет шығады. Бірінші сұрақ. Дыбыс нешеге бөлінеді? Тексерейік. Қол көтер жауап берейік бар. Жарайсыңдар. Екінші. Әріп дегеніміз не? Қол көтереміз. Әріп дегеніміз не? Жақсы, аяз. Әріп дегеніміз не? Әріпті көреміз, жазамыз. Әріпті көреміз. Тексерейік.
Келесі сұрақ. Дыбыс дегеніміз не? Дыбыс дегеніміз Айтасыз, Бағдәулет. Естиміз, айтамыз. Жарайсың, керемет. Келесі сұрақ. Сөз неден құралады? Айша, сөз неден құралады? Сөз дыбыстан құралады. Тамаша, Айша. Тағы бір сұрақ. Дыбыс бағана біз екіге бөлінеді дедік, иә? Атап өтейікші, қандай? Дауыссыз. Жарайсыңдар, дауысты және дауыссыз. Мінекей балалар, керемет, барлық тапсырма дұрыс орындалды. Енді суретке назар аударайық. Алдымыздағы тұрған суретке өзіміз сурет құрастырып, ары қарай осы сурет бойынша, суреттің мазмұны бойынша сұрақтар қоюымыз керек. Кім мына суретке қарап сөйлем құрастырып, ары қарай береді? Ағасы мен қарындасы үйде қыспақ және қуымақ ойнап жүргенде анасының жақсы көретін құмырасын сындырып алды. Мамасының жақсы көретін ақманын сындырып алды. Мамасы оларға ренжіп ұрысты. Ағасы мен қарындасы мамасынан кешірім сұрады. Енді осы сұраған өзіміздің әңгімеміз бойынша сұрақ қояйық. Айша, сұрақ қояйық. Ағасы мен қарындасы ақманды қалай сындырып алды? Қалай сындырып алды ақманды? Жарайсыңдар балалар, енді ары қарай топпен жұмыс орындаймыз. Келесі тапсырма, топтық тапсырма. Мынандай сендерге алдарына қағаз береді. Осы қағазға қазір сендерге сурет, дыбыстар, әріптер және сандар береді. Сол өздерің қалаған бір суретті алып жабыстырып, ол неше буыннан тұрады және ол қалай жазылады және астына дыбыстық талдау жасаймыз сол сөзге. Түсінікті ме? Жарайсыңдар балалар, барлығымыз болса, әр топтан бір оқушы шығып, осы жасаған жұмыстарымызды қорғайық. Алқанипе, Айша бастайық. Бұл алма екі буын. Онда 4 дыбыс бар. Әріп саны нешеу? Әріп саны 4. Нешеуі дауысты, нешеуі дауыссыз? Оның екеуі дауысты, екеуі дауыссыз. Тамаша. Жарайсың. Бұл пашта екі буын дыбыстар. Үшеуі дауыссыз, екеуі дауысты. 5 әріп. Жарайсыңдар балалар. Енді мен әр топтың жұмысын бағалап өтейін. Барлығы дұрыс. Жарайсың. Бемнұрдың тобы да жарайсың. Ернұрдың тобы да жарайсың. Нұралидің тобы да жарайсың. Тамаша. Отыра қойыңдар. Ал балалар ары қарай келесі тапсырма жұппен орындалатын тапсырма, яғни жұппен деген сөз екі адам қасымыздағы парталасымызбен орындаймыз. Семантикалық карта, күнделікті сабақта орындап жүргеніміздей, яғни бұл жерге буындарды байланыстырамыз. Түсінікті ме? Балалар, мінекей мен барлықтар жауап парақтарымды жинап алдым. Міне дұрыс жауап бар. Қазір осы бойынша жауаптарымды тексеріп шығатын боламын. Бірінші, Рамиздің жұбы.
жарайсыңдар. Барлығы дұрыс. Тамаша Рәмиздің жұбы. Бекнұрдың жұбы бір қате кетіпті. Айсел мен жұбында да барлық жауап дұрыс екен. Енді жаңа қате кеткен оқушылар өзімізді міне дұрыс жауаппен тексеріп өтейік. Бірінші шоқа, саға, кеме, достар. Барлығын қатесі орындаған оқушылар жарайсыңдар. Балалар дәптерді ашамыз, енді ары қарай дәптермен жұмыс жасаймыз. Тақтаға қарайықшы, тақтада сөздер берілген. Сөздер тоқтағанда кері қарай шығып. Осы сөздерді үзуінен оқса сөздер шығады. Сол сөздерді дәптерімізге әдемілеп көшіріп, әдемілеп жазып аламыз. Бірінші сөзді тақтаға жазамыз. Жаза бер. Жарайсың, тамаша. Балалар енді ары қарай жеке жұмыс жасаймыз. Ол үшін бәріміз қолымызға ұялы телефонымызды алып, онлайн мектепті ашайық. Онлайн мектепті ашып, бүгінгі күндегі әліппенің тапсырмасын орындаймыз. Мен мына жерде тақтадан барлығын көріп отырамыз. Қазірге барлығымыз онлайн мектептің тапсырмаларын орындаймыз. Қазірге балалар ұялы телефонды орындап қалса қоямыз да, тақтаға назар аударып, бірінші бір-екі оқушыны тексеріп өтейік. Неге барлығымыз орындап жібердік. Нұрмұхамедтен көмек керек па? Қазір кішкене көмектесіп жүрем. Бірінші Айселді тексерейік. Сұрақ. Шертпек, дыбыстық талдау жасау. Айсел орындапты, міне біріншісін таңдапты. Дұрыс. Яғни Айселге 1 балл. Келесі сұрақ. Сөздерді оқы, 3 буынды сөздер қатарын көрсет. Қайсы 3 буынды сөздер? Қарайықшы. Әткеншек, әншілер, кәсіпкерлер. Дұрыс па? Қайда буынға бөліп жіберейікші? Әткеншек. Әншілер. Кәсіпкер. Тамаша. Ендеше Айселге тағы да 1 балл. Соңғы сұрақ. Қандай сөйлем мынау? Сұраулы сөйлем. Жарайсың, Айсел, барлығы дұрыс. 10 балл жинапты Айсел. Тамаша Айсел. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Тапсырмаларды орындау. Толықтай орындай алдыңдар ма? Болмаса қиналдыңдар ма? Мүлдем орындай алмадыңдар ма? Оны білу үшін қазір біз Құлтемір әдісімен кері байланыса аламыз. Яғни SMS-пен қолымыздағы ұялы телефонды алып, біздің өзіміздің группамыз бар ғой WhatsApp-тағы. Я 1 деген сол группамызға мынандай бізде стикерлер бар. Егер де тапсырманы орындадым, қол орындадым десең, мына стикерді жібереміз. Маған аздап қиналдық десең, мына стикерді, ал егер орындай алмадым десең, үшінші туған стикерді маған қарай жібере қойыңдар. Ал енді балалар, қазір сендердің маған жіберген кері байланыстарын қарап өтейін. Мына жерде қарап отырсам, Нұрмұхамед орындай алмады дейді. Және Нұрмұхамед бізде онлайн мектеппен жеке жұмыс жасаған кезде қиналды. Сол себептен жіберді ме Нұрмұхамед?